SPF кремдерді қалай таңдаймын және оның қандай түрлері бар? Көбіңіз білетіндей, SPF-тің кейбір түрлері бетке жаққан кезде тез сіңіп кетеді, структурасы жеңіл болады. Ал екінші бір SPF-тар болады, ол бетке жаққан кезде или денеге жаққан кезде ақ пленка қалдырады. Ол мынадай түрлеріне байланысты SPF-тің екі түрі болады: химиялық және де физикалық деген түрлері болады. Химиялық SPF-тар, оның составында әртүрлі ароматты түзілістер және салицилаттар и бензофенондар болады. Бұл SPF-тардың бір плюсы бетке тез сіңеді және де структурасы жеңіл, тез сіңетін болғандықтан ол көп адамға ұнайды және де ыңғайлы. Ал бір минусы, кейбіреулерде беттен раздражение беруі мүмкін, қышыту, ашыту сияқты сезімдерді береді. Екінші SPF-тар бар, ол физикалық SPF-тар. Олардың составы екі активті заттан тұрады: оксид цинка және де диоксид титана деген екі препараттан тұрады. Олар бетте немесе денеге жаққан кезде ақ пленка қалдырады. Бірақ қазір соңғы кезде олардың құрамдарын кейбір осы кремдерді жасап шығаратындар уже бірнеше нанометрге дейін кремнің құрамындағы осы аталған заттарды кішірейтіп, ақ пленка қалдырмайтын түрлерін жасап шығарып жатыр. Енді бұлардың плюсы, жаңа біз айтқандай, аллергиясы бар, атопиялық дерматиті, розацея және де беті өте сезімтал адамдарға осы физикалық SPF-тар өте ыңғайлы. Және де енді SPF-тар 15, 30, 50 болып бөлінеді. SPF 15 дегеніміз бұл күн сәулесін, яғни UVB күн сәулесінің 93% жағдайда қорғайды теріні. Ол күнделікті біз жұмысқа шыққанда, яғни күннің астында көп уақыт болмайтын болсақ, осы SPF-тар жағуға болады. Бұл SPF-тар көбінесе косметикалық заттардың құрамында, тональный крем, увлажняющий кремдердің құрамында болса да жеткілікті. Ал енді SPF 30 деген 97, UVB индексін 97% қорғайды, ал SPF 50 98% қорғайды. SPF 30 және де SPF 50-ді қай кезде қолданамыз? Ашық күннің астында көп уақыт болатын, немесе күннің астында жұмыс жасайтындар, сонымен қатар күннің астында спортпен айналысатындар және де теңіз жағалауларында демалатын адамдар осы 30 және де 50 SPF-тарды жағу қажет. Және SPF-тар жаққан кезде 2 сағат сайын оларды жаңартып отыру қажет. және суға тиген жағдайда, SPF-пен суға түскеннен кейін әр суға түскен сайын жаңартып отыру қажет. Кейбір SPF-тардың құрамында водонепроницаемый немесе водостойкий деп айтатын болса да, сумен жанаса, онда SPF-тарды все равно жаңартып отыру қажет. SPF-қа байланысты тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Барлығын төменге жаза кетіңіздер.